Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып ғаламтордың пайдасы мен зияны. Осы шақ, нақ осы шақ. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Біздің бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз осы шақ. Ал осы шақ дегеніміз сөйлеу кезінде болып жатқан қимылды білдіретін етістіктің тұлғасы. Осы шақтың екі түрі бар: нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Оның ішінде біз бүгін нақ осы шақты қарастырамыз. Нақ осы шақ бұл екі түрлі тәсілмен жасалады. Біріншісі, бұлар нақ осы шақтың жалаң түрі. Отыр, тұр, жатыр, жүр деген қалып етістіктерінің жіктелуі арқылы жасалса, екінші нақ осы шақтың күрделі түрлері ып, п, а, и көсемші тұлғалы етістіктермен жасалады. Бірінші тапсырма: нақ осы шақтың жалаң түріне және күрделі түріне 6 сөйлем құрап жазыңыздар.